Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбелік булочки дайындаймыз. Ең алдымен сүзбемізді езіп, жақсылап араластырамыз. Сосын шекер, ванильді қант, шым тұзды салып, оларды да араластырамыз. Сосын жұмыртқамызды бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, біркелкі маса болғанша араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, екеуін араластырып, массамызға саламыз. Массамызды венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Қоюланғаннан кейін қамыр илейміз қолмен. Қамырымызды илеп болған соң 9 бөлікке бөлеміз және оларды домалақтап шығамыз. Қамырымызды жайып, ортасына салмасын саламыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабыс жаса, аздан ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Салмасына варенье, нутелла немесе өз қалауларыңызша салуларыңызға да болады. Салмасын салып шыққаннан кейін формамызды майлап немесе пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды қатарынан салып шығамыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен сүзбелік булочкамыз дайын, жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.